возглавляю симуляционный центр. И сегодня здесь мы также ребятам показывали, как работает симуляционный центр, что здесь находится. У нас есть манекены, которые очень такие продвинутые, современные. Мы на них отыгрываем разные клинические сценарии для того, чтобы у студентов выработались определенные навыки. То есть это навык работы по алгоритму, это навык работы в команде, потому что это обычно командная работа, и навык принятия решения в критической ситуации, что очень важно для врача. Назарбаев университетінде болған экскурсиялар өзімізге қатты ұнады. Мен жалпы өзім робототехникамен айналысқаннан кейін сол университеттегі роботтарды құрылымы, программалары өзіме қатты ұнады. Бұл роботтар арқылы, яғни болашақтың бар екендігіне сөзсіз айта аламыз. Негізгі мен роботтарға жақын болғаннан кейін биоинженерияға барушы едім. Себебі көптеген роботтармен айналысу және оны адамның денсаулығына пайдалы ретінде құрастыру, ол менің ойымша үлкен бір жетістік. Жалпы роботтарды тек өндірісте немесе жұмыста бір көлік ретінде немесе адамдардың көмекшісі ретінде ғана байқаған едік. Одан кейінгі осы болған наурыз кездесулерде роботтардың медицинаға да үлесі бар екенін түсіндік.